Ассалаумалейкум, көлік сүйер қауым. Range Rover 4x4 Jaguar мотор. Бұларда VVTi муфта болады. 4.2-де VVTi муфта болмайды. Оларда звездочка жүреді 4.2-де. Мыналарда енді всасывающийында жүреді муфталар. И осы мында алюминиевый переходной корпус болады. Бұл 80 мың сұрап жатыр бушныйға. Осы жарамай қалған, мынау жарамай қалғаны. Оны кішкене переделка жасадық. Өзгеріс жасадық. Конструктивно заводтан уже кішкене ақшаны экономить ету үшін. Мынау біреу 80 мың болса, мынау 80 мың 160 мың ба? Мынаны есімде жоқ, 10 мыңнан ба 4-еу кетеді ғой. Тефлоновый кольца. Тефлоновый кольца акасы мына жеп қояды екен, борттарын жеп қояды екен. Пластмасс, алюминді життесе сенбейсіңдер. Маған біреу айтса мен де сенбер едім, бірақ көзіммен көріп тұрғаннан кейін өз көзіммен көріп тұрғаннан кейін сендім. Короче, мына басқа машинка бұл, басқа мотордық, осындай моторды Ягуардікі. Мынада дым қалмаған ғой. Лезвие болып қалған ғой, сынып. Кішкене қалған жерлері бар екен. В общем, короче, оны полностью алып тастап, бур машинамен тегістеп, мына жерін, мынаның бәрін алып тастап, бур машинамен тегістеп, осы жерін. Оның орнына мынандай пружина серіппе қойып қойдық. Ол пружина серіппе бір машинаның капотының мынандай пружинасы. Бір-екі витогын кесіп алып, кескенде енді ол сыймайды екен, бұл өлшесек штангелмен. Сонымен бұның ішін бур машинамен жедім, сыртын болгаркамен жедім. 4 пұшты қылдым ғой, короче, бұл пружинаны ше. 4 пұшты қылып, міне. Мынаны қазір неме тефлоновый кольцаны итеріп тұр, мына пружина, міне. Мына пружина. Мына жеріне виток мына жерде көрініп тұр, міне пружина. Масляный магистраль ашық. Бұл масляный магистраль сквозной, ары қарайда көрініп тұр. Осы ортамен келеді, бұл екі шеттен шығады. Мына тесіктерге кіреді. Мынау тесік, 3 тесікке кіреді. Бұл VVTi муфтаны жылжыту үшін ранеге максимально оборотта. Сондықтан осындай өзгеріс жасадық. Осылай амалдасыңдар болады. Енді бұл немеден артық шығар деп тұрмын өзінің заводской немесінен. Енді мынау тефлон темірді жия алмайды. Бұл өйткені болаттан жасалған, стальдан. Так что жия алмайды. Міне осындай жағдайлар болып қалса, мынаны алып тастайсыңдар. Бур машинамен ба, енді өздерің қарайсыңдар. Сөйтіп жәнелерін осы серіппеден жасасыңдар болады. Енді сварщиктерге бардық, аргонға бәрі отказ берді. Клубиндер енді олар анық кірсеміз деп айтпады, ойланып көрейік, мына деді. Сондықтан өзім кірісіп кеттім. Бұның да бір амалын табайын деп амалын таптым. Міне осылай істесеңдер болады. Тефлоновый кольца екі шетінде тұр, міне. Енді итеріп тұр, міне пружина серіппе итіп қозғалып тұр, міне. Үстіп майлап болғам негізінде бұны. Үстіп апарып сылқыт кізесіндер болды. Айтпесем бұны байқағанымыз, мен оны Range Rover жасап жүрмін ғой. Тефлон сау шығатында, бұныкі тефлон сынық мүжіліп шықты да. Сөйтсек сондай болған екен бұл жағдай. Сосын бұны бүйтіп амалдап өзгеріс жасадық, переделка. Енді бұл мотор жалпы өзіме қатты ұнайтын моторлардың бір мотор. Бірақ енді Range Rover жасап жүрмін ғой, мен және 4-2-сын, 4-4, және 5 объем. 4-2-сінде жақсы. Муфта болмайды. Мына 4-4 атмосферный да болады. Одан кейін 5 объемда 4 муфта болады ода. 5 объемда. Ода еще компрессор тұрады, еще GDI система тұрады 5 объемда, Jaguar моторда. Аллергия сөйлеткізбей жатыр. Күтіп әбден. Сонда 5 объемдікі, ода неме болады. 4 VVTi муфта болады. Мыналарда 4-4-те 120 аттың күші бұларда. 4-2-де 390 и 5 объемдікі 510 аттың күші ғой. Енді қайсы көбірек ұнайды, әрине атмосферный. Бұл тынышырақ, только бұның минусы осы мына алюминиевый корпусы болып тұр ғой, міне. Бұның өзінде де осындай жәлегіндей өзгеріс жасадық. Енді бұл надежный болатын жер, сенім артуға болады. Мынау енді әліге дейін сау, бұл енді бір күн кетеді.
Жаңа дегендей пластмасс кольца тефлоновый жейді. До того жейді, лезвие болып, уже сынады екен ғой. Сынып кетеді екен. Ол анау майдың давлениесімен бүйтіп қозғалып тұрады да, керіліп тұрады и қозғалып тұрады. Сонымен қажап жейді екен. Майдың ішінде шылқылдап тұрса да жеп қояды екен. Біреу айтып жатса сенбейсің, бірақ көзіңмен көрсең сенесің да. Пластмасс алюминді жейді десе, біреу айтады, не қуып тұрсың дейді ғой. Көзіңмен көргеннен кейін сенесің. Міне осындай жағдай болады екен. Енді осындай переделка жасадық. Жалпы мен өзім көп переделка жасаймын. Инженерлердің доработкасын өзім үйде жасаймын. Мысалы баяғыда BMW 39 BMW-мда сондай BMW алдым, 34-ке ауыстырып батырмен. Мотор өлген, автомат өлген. Автомат өлгенде алдыға жүреді, артқа жүрмейді. Оның да автоматтың мынандай задний скоростың барабаны тұрады, алюминиевый корпус. Ішінде фрикциондар жиналып тұрады. Оны енді кезінде сұраған кезімде 400 мың сұраған Бавария центр. Жаңа дегендей сайма сатқыштар 15 мың ба 20 мыңға айтқан корпус алюминиевый. Оны ойладым, жарайды сатып аламын. Тағын сынып кетсе тағын шашып жүрем ба дедім да, қойшы переделка жасаймын деп мәңгі ел жасап жүргем. Жаңа дегендей фрикцион жиналып тұрған барабанның өзі бүйтіп фрикцион диск болып келеді. Ең соңында толстый диск тұрады, мына дәу шайба. Соған 4 угольник, чұқа угольникті кесіп саркелеп, өлшеп, бәрін тығып, коробканың корпусына келтіріп, бәрін өлшеп, коробканың корпусын тесіп, жаңа сквознойға, потом жаңа дегенде угольникті М6-ке сверлить етіп, резьбасын М6 жасап, 4 жерінен мазгиді алып тастап, мазгидің үстіңгі жағынан гидроблоктың и жанынан тесіп, резьбамен вечный қып тастағам. Сөйтіп 2 жыл айдап, кейін бартермен кетті ол машина. Моторында жаңа дегендей никосиловый болды, М52. Ода да жаңа гильзоваться етілген блоктармен келді. Сонымен ол өте мықты болып шықты. 2 жыл аямай ешек қып айдадым ол BMW-ны. Жаңа дегендей мен зорлаған қорлықтарыма бәріне шыдады. Сондықтан BMW-ны не үшін мақтайды дейсіңдер. Сондай жаңа дегендей өзгерістерден кейін өте сенім артатын BMW болып шықты ол. Оны кейін бір орыс алып мәз болып жүрген. Мен айттым, автоматпен проблем болмайды. Никосил жоқ, чугунный гильза. Так что вообще без проблем машина деп. Сөйтіп бір машинаға ауыстырғам, Целикаға ма? Toyota Целикаға. Сондай кішкене өзгерістер кейде болады, осындай конструктивный өзгерістер жасауға керек болып қалады. Міне енді бөлісіп жатырмын сондай. Кім бірінші мінетін болсаңдар, ешіп жасасаңдар болады.